Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар. Қошемет құрметтеріңіз аямаңыздар, міне бақытты отбасы келе жатыр. Береке бірлігінен ажырамаған, қазақы қаймағынан айнымаған құт мекен шырайлы Шымкентке қош келдіңіздер. Ардақтағы ағайын, бүгінгі іс-шара, бүгінгі басқосу баршамыздың мәңгі есімізде қалары сөзсіз, өйткені біз жақсы істі бастап отырмыз, қайырымдылық істі бастап отырмыз. Ендеше осы іске атсалысып келген әрқайсыңыздың қадамыңызға гүл бітсін, ардақтағы ағайын. Енді бүгінгі кештің авторы, бүгінгі кешті ұйымдастырып отырған адам жайында баршаңыз жақсы білесіздер, өте жақсы танисыздар. Ол кісіні бүгінде күллі қазақ елі, тіпті қазақ елімен шекаралас жатқан мемлекеттер таниды десем артық айтпаймын. Ол кісінің бір керемет сөзі бар. Мына кең байтақ, бай, біздің өлкемізде, осынау жерде өмір сүріп жеткен біздің ағайын қазақ неге үйсіз күйсіз жүр дейді. Міне осы бағытта, осы ниетті қолға алып бүгін өздеріңізбен бас қосып отырмыз. Ендеше тағы да келген адамдарыңызға гүл бітсін деп ду қол шапалақ ұрайықшы. Ардақты ағайын, Көңілбай Қалыбекұлы өз елінде тұрып, басында панасы, барарға жері болмай көрінгеннің босағасында жүретін ағайынды ойлап, осыдан 7 жыл бұрын, яғни 2014 жылы асыл адам деп аталатын қайырымдық қорын құрды. Осы қордың мүшелері ғой бүгін жиналып отырған, естілмейді, бар ма? Алтын адам қайда? Асыл адам қайда? Міне, нағыз асыл адамның мүшелері жиналып отыр. Қор ашылғанда жалғыз өзі мыңдаған мақсат жоспарға қарай қадам басса, бүгінгі күні бұл кісінің, яғни Көңілбай мырзаның осы асыл адам қайырымдық қоры тек аудандық, болмаса ауылдық, облыстық көлемде емес, республикалық халықтық жобаға айналды. Ендеше тағы да бір қошеметтеп өз-өзімізді құттықтап қойықшы. Осындай деңгейде жұмыс істей беріңіздер. Ендеше дәл осындай көңіл күймен, сіздердің қошеметтеріңізбен, айғай-шуларыңызбен мен ортаға бүгінгі кештігін шымылдығын ашып беру үшін, алғашқы ресми құттықтау сөз беру үшін бақытты отбасы жобасын өмірге әкеліп, 40-қа жуық отбасының үйлі болуына себепкер болған белгілі кәсіпкер, Аманат Драйв компаниясының президенті Көңілбай Қалдыбекұлы Шөкенов мырзаны сіздердің қошеметтеріңізбен тағы да шақырамыз, ортаға келіңіз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, барша Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп отырған біздің жанашырларымыз, осы асыл адам қорының, осы сіздер бүкіл қала-қаладан, облыстардан, ауданнан, ауылдық жерлерден, әр жерден бір-екі адам келгенде қараңыздар, қаншама адам жиналып отырсыздар. Бізде қандай отбасыларға үй береді? Ажырасқандарға, немесе мать одиночка деп береміз, немесе инвалид отбасылар деп береміз. Сонда бақытты отбасыларға, әйелі мен күйеуі жарасып отқан отбасыларға қашан беріледі? Оған кім беру керек? Мемлекет бермесе, адамзат, қоғам осыған атсалыспаса, кім атсалысады? Міне жаңа өздеріңіз көз алдарыңызда бақытты отбасы деп бір отбасының басымызға көтеріп осы жерге алып шықтық. Бұл отбасы Алла қаласа Астана қаласында кешегі бақытты отбасының көршісі болып тұрады. Қандай ғанибет. Өзіміз араласып, құраласып, шай ішіп тұрамыз. Осындай жобаларды тек қана қазақ елінде емес, қазір енді Түркияда да
жалғастырып жатырмыз. Ертең Өзбекстан, Армения, Қырғызстан, Беларусь, Россияға да масштабты кеңге жаюға дайынбыз иншалла. Енді асыл адам қорын аясында міне Аманат Драйв, бақытты отбасы жобасы, бақыт мекені жобасы және те арман үй бірнеше жобаларды алып келе жатырмыз. Қарасаңыздар, қаншама миллиардный обороттар болғанмен, олар құр асыл адам үшін жай ғана проекті. Сіздер өздеріңіз білесіздер, енді біздің осы істеп жатқан ісімізді сонау Европадан да, өзіміздің Қазақстанның тұңғыш президентінен де, және те қазіргі Қасым-Жомарт Кемелұлынан да біраз алғыс хаттар мен төсбелгілерді алып жатырмыз. Бұл біздің бірлігіміздің сіздермен бірге осындай күшті ұйымның арқасында жасалып жатқан жұмыс деймін. Қазақстан мемлекетінің заңына сәйкес экономикалық жағдайларын бәрі есептелген, маркетинг жағдайларын бәрі зерттелген Аманат Драйв деген үлкен халықтық жобаны қазір. Бұдан басқа жобаларымыз көп әрі. Сонымен құрметті достар, сіздердің қошеметтеріңізбен сіздер армандаған дәп қазір криптовалютамыз Аманат койнды бүгіннен бастап Қазақстанның және де әлемдік рыноктарға алып шығуға дайындап қойдық. Алла қаласа 1 миллиардқа тарта эмиссиясы бар. Ең мықты жобамыздың бірі. Осы жоба арқылы сіздерге және те елімізге, өркениетімізге, адамзаттың, исламның дамуына үлкен ықпал етсек деген ойымыз бар иншалла. Шамалы сәттерден кейін үй немесе автокөлік басқа да проблема сіздер үшін проблема болмайды. Біз бұл дүниеге кредит төлеп ақша тауға келген жоқпыз ғой. Біз бұл дүниеге өмір сүру үшін келгенбіз. Енді осы сіздермен осы кеште бірге болғанына шын жүректен мың алғыс дейміз. Алла тағала сәби дүниеге келген кезде ата-анасына үлкен аманат жолдайды екен есім қоюда. Енді сіздің сөзіңізге, сіздің іс-әрекетіңізге қарап, сіздің ата-анаңыз сізге өте әдемі, өте дұрыс есім қойыпты. Ешкімнің көңілін қалдырмай, барлығына бірдей үй сыйлаймын деген ниетпен міне Көңілбай деп есімін қойған екен. Осындай игі істердің басына жүрген өзіңізге Алла разы болсын. Енді былай қылайық, біз төменге түсейік, сіз екеуміз және өзіңіз айтып қалған бағанағы Аманат Драйв жобасы бүгінде халықтық жобаға айналды. Еліміздің барлық өңірінде өкілдері бар. Ендеше сіздер дайын болсаңыздар, біз осы еліміздің әрбір өңірден келген көшбасшылар Нұр Сұлтан қаласы, келіңіздер. Еліміздің бас қаласы Нұр Сұлтан қаласы. Алматы қаласы, қошеметтеріңіз аямаңыздар. Қайда? Естілмейді. Біргелі сигналдарыңызда Талғар бар ма? Талдықорған қаласы, Талдықорған. Сондай-ақ Петропавл қаласы, Жезқазған. Сәтбаев. Қошемет, міне. Шырайлы Шымкент қаласы. Бұлар көп енді, көп. Сырелі Қызылорда. Арал қаласы. Қарағанды естімейді қайда? Киелі Әулиеата өңірі Тараз қаласы. Тараз. Келіңіз. Ақтөбе. Каспий маңы Ақтау. Ақтау қайда? Көкшетау.
Елмекен Семей. Семей. Өскемен. Қостанай. Оп, билеп келеміз, билеп. Екібастұз. Және де алдақызда Павлодар. Мынау жерге қарап тұрып, мен бақытты болып тұрмын ғой, сіз вообще бақытты шығарсыз да, не деген аппақ көйлек киген қыз келіншектер құдай ау. Бірақ дегенмен де сіздің өміріңізде олдай 3 адам бар, ең мықты деген. Ол міндетті түрде сізді дүниеге алып келген анаңыз, және сіздің осындай сүп-сүйкімді келіп дүниеге сіздің жан-жарыңыз алып келген анаңыз, және сіздің ұрпақтарыңыз дүниеге алып келетін сіздің жан-жарыңыз. Ендеше сол 3 кісіні қошеметтеп ортаға шақырайықшы, кәне, аналарымызды шақырайықшы, келіңіздер. Көңілбай мырзаның атынан өздеріңізге келген сый құрмет болсын. Гүл шоқтары, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Әдемі гүл шоқтары, міне. Сіздер үшін арнайы келіп отырған әнші ұлдарыңыз, қазақ эстрадасының әншісі Талғат Жұрабаев. Қарсылайық, қошемет естілмейді. Көңіл қалай? Кеттік алай осылай, ортадан кетпей билейміз. Хей! Қазақстан қайдасыздар? Сағыныш сазы сен едің, ғашықтың бірі мен едім. Армандай асыл ақ гүлім, өзіңді аңсап келемін. Арманым екен көп еді, асудай асу беледі. Жанымда ұйықтап жатсаң да, түсімде сені көремін. Қысылып жаным, жүрегім күйіп, жүре алмаспын жаным сені өзгеге қиып. Қарашы маған гүлім деп көзің, жасыңды тыйып, жасыңды тыйып. Біреулер келер, біреулер кетер, сонда жаным сен болмасаң қасымда егер. Нұр шашқан күндер, жұлдызды түндер, бәрі де бекер. Көзіңе ыстық жастан бар, көрмейді бірақ басқалар. Таусылса жасың егерде, суалар мәңгі жас жанар. Қыз көп болса да өмірде сұлу, бермейді бірақ жүрекке жылу. Ал менің болса бар арманым, өзіңді жаным бақытта қылу. Қысылып жаным, жүрегім күйіп, жүре алмаспын жаным сені өзгеге қиып. Қарашы маған гүлім деп көзің, жасыңды тыйып, жасыңды тыйып. Біреулер келер, біреулер кетер, сонда жаным сен болмасаң қасымда егер. Нұр шашқан күндер, жұлдызды түндер, бәрі де бекер. Қысылып жаным, жүрегім күйіп, жүре алмаспын жаным сені өзгеге қиып. Қарашы маған гүлім деп көзің, жасыңды тыйып, жасыңды тыйып. Біреулер келер, біреулер кетер, сонда жаным сен болмасаң қасымда егер. Нұр шашқан күндер, жұлдызды түндер, бәрі де бекер. Нұр шашқан күндер, жұлдызды түндер, бәрі де бекер. Ассалаумағалейкум, құрметті жақсы іске жиналған
Жақсылар, құрметті Көңілбай мырза, мынау Құдай қаласа жасап жатқан игі істеріңізге Алла разы болсын. Бұдан ары қарай өркендей беріңіздер, өсе беріңіздер. Тек қана жақсылық тілеймін. Сізге және отбасыңызға Алла разы болсын. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Келесі ән сіздердің құрметтеріңізге орта деген би билейміз. Кетті Құдай болса. Кәніге, опа! Арнайы осындағы әпке жеңгелеріміздің құрметіне. Кәніге, ей! Білсек те қосылмасын, осындасың жаным сен осындасың, өзіңменен біргемін қасымдасың, құшаққа кел арамыз ашылмасын. Бір сені сүйдім, сені үшін күйдім, сені сүйдім. Бір сені сүйдім, сені үшін күйдім, сені сүйдім. Опа! Бүгін той, бүгін қуаныш, кәнігі көңірек. Опа! Мәңгілік деп қалам бар аталатын, дәмін мәңгі тәттінің таталатын. Періштелер ол жерді мекендейді, алатұғындар дақтай махаббаттан. Бір сені сүйдім, сені үшін күйдім, сені сүйдім. 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 Опа! Бәрекелді. Бір сені сүйдім, сені үшін күйдім, сені сүйдім. 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 Hey! Nay nay, na 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 nay. Ай, бәрекелді. Қошеметтеріңіз айыңыздар. Талғат Жорабаев, дуғыл шапалақ естілмейді. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен арнайы құттықтау сөз беру үшін сахна төріне сатираның саңлағы, сатираның ақсақалы Шаншар театрының директоры, негізін қалаушы, еліміздің еңбек сіңірген қайраткері, өнер қайраткері Уәлибек ағамызды қошеметтеп сахна төріне алдыртайық ардақты ағайын. Келіңіз. Армысыздар ағайындар, осы жерде көріне ма, бола ма осы жерде? Өйткені әртістер арамызда аралау керек еді. Мына кісінің арада тұрып алды ғой демеңіздер, Қош келдіңіздер. Мына жүргізуші бауырым рахмет саған. Ең басында сөз беріп бергеніңе рахмет. Или өзің біліп бердің бе, жоқ, біреулер бер деді ме, білмеде болды ғой әйтеуір, Молодец. Жаңа сіз өте бір керемет хабарландыру айтып жаттыңыз. Бас киімдеріңді шешіп отырыңдар дедіңіз. Телевизорға түсіретін деді. Мен шешейін дедім. Бір кезде қарасам, біраз адамдар шешпей тұр екен. Сосын орамал тартқандар не істейді екен дедім. Егер осылардың бәрі шешсе, мен де шешейін дедім. Ал енді шешкенмен де бәрібір ол пайда жоқ, өйткені шашым түсіп қалған еді да. Мынарада жалтырап, жұрттың аппетитін қашырам ба дедім. Оған айып етпессің, Ай, бәрекелді, рахмет. Ал үлкен қуаныштың куәсі болып отырмыз.
саумалыш. Вообще саумал ішу керек екен бізге. Мынау ата бабам саумал ішіп иммунитетін көтерген, мен қазір саумал ішіп жүрмін. Саумал ішсеңіздер, мынау вирус жоламайды сізге. Вирус жоламайды. Пәленбай ақша берді үкіметі. Адам ол ақшаны 1000 теңгеден берсе, өмір бақи сани алмайсың. Соған вакцина сатып алғанша, дәрі-дәрмек сатып алғанша, әр үйге 3 биеден беру керек еді. Сөйтіп саумал ішіңдер деу керек еді. Вот содан саумал ішкенде ұрпағымыз мықты болар еді. Сен қаланы жаппа, сен мектепті жаппа, оқу орнын жаппа, театрды жаппа, ресторанды жаппа. Сен мықты болсаң, шекараны жап. Бұл үндет Қазақстаннан шыққан жоқ. Бұл шетелден келіп еді. Мықтысың ба, әскеріңді жіберді, соны жап, сөйттағы жаңа биені бер, өзіміз ішеп, жата берейік. 1 жыл, 2 жылдан кейін ол бәледе бітетін шығар, сосын аша бер, пожалуйста. Сондықтан да үйленетін жігіттерге қатын алайын деп атқанда қатындарынан сұраңдар. Бие сауаласың ба, сиыр сауаласың ба? Сауамайын десе, кешір, мен сені алмайым де. Неге десе, ұрпағымды әлсіретесің де. Ұрпағым майдаланып кетеді екен. Сауалатын болсаң, алайын де. Сонда ұрпағың мықты болады. Не дедім мен? Жөн, біраз кісілерге жақпай қалдау деймін. Өйткені олардың бәрі сиыр сауамайтындар ғой. Мейлі, үйретіңіздер. Би үйретесіз қызыңызға, математика үйретесіз, ән айтамаса да ән үйретесіз, гимнастика үйретесіз, нағып сиыр сауды үйретпейсіз. Соны үйреткенде дұрыс болатын еді. Өйткені біз келінді алғанда үйге кеп не? Шпагатқа отырғызамыз бұны, билетеміз ба бұны, ән айтқызамыз ба? Одан біз ұрпақ көруіміз керек қой. Оның қызығын көруіміз керек. Вот сондықтан да қыздарыңызға барынша сол сиыр сау, бие сауды үйретсеңіздер дұрыс болар еді. Мынаны Шақырбек, мына немене беле айтып кетті, қуып кетті ау деп демеңдер. Індетке батыр, қуып батырмыз бәріміз қазір. Балдарға вакцина саламыз деп, жыны сауыстырамыз деп атырмыз қазір. Білдіңдер ма? Мынау есіміңіздің өзінен ата-анаңыз өте дұрыс қойған екен. Көңіл бай деп, көңіліңіз бай болсын деген. Міне қанша адам көңілі көтеріліп жатыр. Міне сіз байсыз. Бай деген сөзді қатындар айтатын баяғыда. Менің байым деп. Соны кейінгі кездерде қатыным байым деген сөздерді тұрпайы сөз, жабайы сөз көрді. Бұл нағыз қазақтың айтатын сөзі. Қатыным деген сөз нағыз қазақтың айтатын. Байым деген сөз нағыз қазақтың айтатын сөз. Бір елді билеп, мәселесін бәрін шешіп, жетім жесірлеріне жағдай жасап отқанды бай деп айтады. Бір ауылға егек болса, Жүсіп бай деп байын қосып қояды артынан. Дұрыс па? Ал енді өзінің егесі екенін мойындайтын болса, қатыны менің байым деп айтады. Сенің байың кім дегенде, менің байым Талғат деп айтады. Мысалға да, байым Жүсіп деп айтады. Сондықтан да көңіл бай деп сіздің есіміңізді өте дұрыс қойған екен. Кім қойса да атасына 1000 бір рахмет соған. Келсем біраз адамдар таниды екен, келіп суретке түсіп жатыр да. Көңке молодец. Сөйтсем сіздерде анау өзендегі қайықтан бастап, кәдімгі машинаның түр-түрі, үйдің қандай болса бәрін осы кісілер қамтамасыз етуге көмектеседі екен. Дұрыс па? Жүсіпке бір трактор керек болып жатыр еді. Соны сұрасам, аналар айтады, я тракторды береді деді. Біреу КамАЗ алды деді. Ай, мынау банкке барсаң, бір үй ала қояйын, первоначальный взносын төлейді, өзіміз де соған жүгірдік. Миллион қағаз турлайсың. Ең соңында өтірік қағаз турлайсындағы, сосын оның ашылық бап, мәлгім бап, ел жұрттың алдында масқара бап, в общем, банктен ол ақшаны алмайтын болып кетесің. Құдая құрсын деп. Мынара деген қандай? Бір-біріне деген өте сенімді, тез-тез жағдай жасалмады, пайызы да төмен. Ау, пайыз жоқ па? Так, мен кіруім керек екен. Сөйт пайыз қосуым керек екен мен пайыза. Онда ол сауапсыз онда. Онда үлкен көке сауапсыз екен. Оны Жүсіпке айтып баратын болды. Қошемет құрметтеріңіз аймаңыздар, міне еліміздің ел ағалары осындай
батасын тілегін білдіріп жатыр ардақтағы ағайын. Уәлибек ағамызға ду қол шапалар қойыңыздар. Иә, ардақтағы ағайын, бүгінгі кешке жай ғана осы маңайда жүрген, болмаса жай ғана бір жолын іздеп келген адамдар келген жоқ. Бүгінгі кешке келіп отырған әрбір адамның жүрегі үлкен жүрек. Әрбір келіп отырған осында қонақтың қайырымдылыққа сәл де болса әсері, сәл де болса үлесі бар екенін естен шығармаңыздар. Мен дәл қазір ортамызға еліміздегі ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 200-ден астам баланың баспаналы болуына себепкер болған көпшілік ол кісіні ел анасы деп танитын жылы жүрек иесі Елмира Ешниязова ханымды қошеметтеп шақырғымыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Қымбатты қазақ халқы, міне бүгін Алланың қалауымен осы күнге де жеттік. Негізі біздер бұл күнді біз 1 наурыз күні алғыс айту күні жасауымыз керек еді. Көңілбайдың оң қолдары қаншама қиындықтардан өттік. Осы күнге жеткеніме қатты қуаныштымын. Көп рахмет, Елмира ханым. Жайғасыңыз, Алла разы болсын. Ардақты ағайын ұмытпайық. Барлығы бір Алланың арқасында біз жай ғана себепкерміз. Енді сіздердің құрметтеріңізге дәл қазір әдемі әсем әнімен сахна төрінде опера әншісі Жадыра Әлім қызы. Қайтып күндер солай өтеді шалқып сағыныш қой сарала жапырақтар жақсылықтың жолында жатқан
ұшып барады оралмай күн қанатына көктемді Бәрекелді қошеметтеріңізді аямаңыздар. Жадыра Әлімқызы опера әншісі сіздердің алдарыңызда өнер көрсетті, ал біз кешімізді одан әрі жалғастырамыз. Енді біздің бүгінгі іс-шарамыздың ресми және маңызды бөлігіне келіп жеттік, ардақты ағайын. Дәл қазір баршамыз осында тұрған екі бірдей экранға мұқият зер салайық. Сабыр сақтайық. Менің армандарым үлкен үй алсақ деймін. Сосын машина алсақ деймін. Аяғым жазылса деймін. Басқалар сияқты жүгіргім келеді. Бәріміз жарысқанда бәрі алдыға кетіп қалады. Мен аяғым ауырып қалып кетемін. Сол аяғым сау болса деймін. Мамамның да аяғы сау болса деймін. Мамам аяғы сау болып, өзіне ұнаған машинасына бергім келеді. Я папа айдаладым машина. Папа күніге көріп отырады. Мен папаға қараймын да жүрегім ауырады. Бергім келеді. Аяққа емес, бәрі қолға болса деймін. Өзім әдемелеп істеп беретін едім өстем. Сабина қызымыз осы біздің ортамызда отыр. Келші, ата-анасымен бері қарай шақырайықшы. Сабина, қалың қалай? Жақсы. Сен жасың нешеде? 9-да. 9-да, е? Сен бағанаға бейне көрінсе айттың, осылай менің ата-анам жаяу жүрмесе екен, көлікпен жүрсе екен деп өзің арманды айтып жатырың. Бұл қайдан келген арман бол саған өзі? Неге сен бір көйлек алғың келмейді, немесе сен басқа да дүние қаламайсың? Неге сен көлік деп айттың, айта қойшы? Себебі папа мамамның аяғы ауырғандықтан мен өскен кезде бірінші машина берем, одан кейін мама папамның аяғын емдеймін. Одан күшті машина беретін болам. Үй жаным әшейін, қошеметтеріңіз аймағында шығарыңыздаршы. Мен өскенде бірінші ата-анама машина алып берем дейді, аяғы ауырғандықтан дейді. Одан кейін аяғын емдетемін дейді. Одан кейін бар тағы да күшті машина алып берем дейді. Ал қараңыздар, Сабина өзінің енді Алланың сынағы ғой, ардақты ағайын. Дегенмен де осы сынақтан мойымасын. Бұларға отбасына құлшыныс болсын, алдыға қарай қадам басуына бір ниеттес болсын деп бүгін бір игі істің басына келіп отырмыз, ардақты ағайын. Енді Көңілбай мырза, келіңізші. Өзіңіз ортаға алдыртайық. Сен ең басты жылама, жарай ма? Жарай ма? Сен ең басты жылама. Сен әрдайым көңілді бол. Сен әрдайым мықсық қайсар болсаң, сенің ата-анаң сенің жанында постоянно солай күшті болып жүреді, жарай ма? Мен қазір микрофонды Көңілбайға өзіңізге ұсынайын. Барлықтарымыздың көңілімізді босаттым. Біз Аллахтың жер бетінде құлдарымыз. Бүгін осы отырған кеште Сабинаның арманы орындалды. Судай жана авста көліктің кілтін елдің осы ағасына, отбасын босатқызын. Сабинаның ата-анасына сыйлаймыз. Асыл адамдар көп болсын, ағайын! Я, бәрекелді, былай қарай жүрейік, жүріңіздер, көлікке қарай қадам басайық, міне, жүріңіздер. Жүріңіздер, автокөлікке қарай қадам басайық, міне. Экраннан қарасаңыздар, далада көлік тұр. Келіңіздер, жүріңіздер, алға қарай қадам басыңыздар, жүре ғой. Я.
сеземесің жан сырымды жалын қошқан жалын құшыр сенсің өссің сұлусың бар мәңгі жолың бар бәрбір мүсін жанымда туған арманымсың бәрбір мүсін жанымда туған әрбір қиындықтың арты жақсылыққа ұласары сөзсіз. Алла әрбір сынақтың артынан саған жақсылық берері сөзсіз. Бүгінде сондай бір әдемі кештің куәгері болып отырмыз. Әрбір сәби бақытты болуға лайықты, ардақты ағайын. Сәбилер жыламасын, біздің кішкентай ғана бүлдіршіндеріміз жыламасын. Енді Сабинаның сүйікті әншілерінің бірі бүгін арнайы осы кешке қатысып отыр. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен еліміздің ерке ұлы, эстрадамыздың жарқын жұлдызы, әнші ұлдарыңыз Ғазизханды қошеметтеп сахна төріне iTunes бендінің сүйемелдеуімен шақырамыз. Қошеметтеріңізді қаттырақ соқсаңыздар, артық етпейді, ардақты ағайын. Осындай күнімізге шүкіршілік деп ондай осы мен енді біраздан бері бұл әнді айтпаған емен, сіздердің алдарыңызда осы күнімізге шүкір деп осы отбасының атынан Аллаға шүкір түрімін, бақыттылардың бірімін, адамның бәрін сүйетін Алланың ғана құлымын, алдама, арман алдама, тіліміз келді тәубаға, осы күніміз ризамын, шүкір етемін Аллаға. Өмірге адам болып келгенімде, көзіммен айналаны көргенімде, шүкіршілік Алладан жоқ нәрсені сұрап алып, барымды жоқ адамға бергенімде, шүкіршілік біз адамдар бір-бірімізбен бір адамға шүкірде үшін жаратылғанбыз. Аллаға шүкір түрімін, бақыттылардың бірімін, адамның бәрін сүйетін Алланың ғана құлымын. Алдама, арман алдама, тіліміз келді тәубаға, осы күніне ризамын, шүкір етемін Аллаға. Көзімді ашып қайта жұмғаныма, тілімде калимада тұрғанына, шүкіршілік төбемде көк байрағын желбіреге, астында қазақ болып туғаныма, шүкіршілік біз адамдар бір-бірімізбен сыйласуға ғана туғанбыз. Жаратқанға шүкір деу үшін жаратылғанбыз. Аллаға шүкір түрімін, бақыттылардың бірімін, адамның бәрін сүйетін Алланың ғана құлымын. Алдама, арман алдама, тіліміз келді тәубаға, осы күніне ризамын, шүкір етемін Аллаға.
Алланың ғана құлымын, алдама арман алдама, тіліміз келді тәубаға, осы күннен бері ризамын, шүкір етемін Аллаға. Сезімді ұмытпаймын мен ғашық болған кезімді, көріп білдір өзіңді, естіп тәтті сөзіңді, ұстай алмадым өзімді. Көп солым кетті қылым, бағады бұрын есім, ешкімге қарам тек мені бағады, сүйсің мені ғана сүйші. Балдай ләззат сен сыйладың отыз түрлі, қандай ғажап сүйген сұлу сықымды. Solo etті ғылым, бағады бұрын есім, ешкімге қарап тек мені бағала, сүйсің сен мені ғана сүйші. Солым etті ғылым, бағады бұрын есім, ешкімге қарама тек мені бағала, сүйсің сен мені ғана сүйші. Енді бәріміз қосылып айтамыз, қараңыздар. Қазақтай еліміз бақытты болсыншы, қазақтай еліміз бақытты болсыншы. Енді сіздер. Қазақтай еліміз бақытты болсыншы, қазақтай еліміз бақытты болсыншы. Енді сіздер достарыңыз. Қазақтай еліміз бақытты, қазақтай еліміз. Бәріңіз айтпағанша тұра берем. Қазақтай, енді осы сөз айтып билейміз бәріміз. Қазақтай еліміз бақытты болсыншы, қазақтай еліміз бақытты болсыншы. Әдемі. Арғыры кеттік, енді еркектер өзімізді айтайық. Ал кеттік әнеге жігіттер, еркекпін мен деген жерін сіздер айтып тұрасыздар. Еркекпін мен
тек бір сөйлеп жұлқынатын еркекпін мен. Бір ғасырда бір туатын еркекпін мен. Жау ғасырын айтпайтұғын, айтқанынан қайтпайтұғын еркекпін. Астан соққан біздің сәулем алтынған сарай, қан сарайда біреу бар, ол аңшатай. Әкем жүрген еркекші, мен де жүрген солай. Еркек туар еркектен, заң солай. Еркекпін мен, қазағыма қорған болған еркекпін мен. Сұлуларға арман болған еркекпін мен. Аруланды биік етер, тек бір қызды сүйіп өтер еркекпін. Қастан соққан біздің сәулем алтынған сарай, қан сарайда біреу бар, ол аңшатай. Әкем жүрген еркекші, мен де жүрген солай. Еркек туар еркектен, заң солай. Еркектер осы жерде қанатты жайып тұрып билейміз. Тамаша. Әдемі. Еркекпін мен, қайғы мұңға берілмейтін еркекпін мен. Артқа қарай шерінбейтін еркекпін мен. Елім дейтін, шерім дейтін, ешқашанда жеңілмейтін еркекпін. Тастан соққан біздің сәулем алтынған сарай, қан сарайда біреу бар, ол аңшатай. Әкем жүрген еркекші, мен де жүрген солай. Еркек туар еркектен, заң солай. Тастан соққан біздің сәулем алтынған сарай, қан сарайда біреу бар, ол аңшатай. Әкем жүрген еркекші, мен де жүрген солай. Еркек туар еркектен, заң солай. Тамаша. Еркекпін мен деген жемістер айтасыздар қазір. Айдаламыз. Тек бір сөйлеп жұлқынатын, бір ғасырда бір туатын. Жау ғасырын айтпайтұғын, айтқанынан қайтпайтұғын. Ел қайырмас. Тастан соққан біздің үй, хан сарайда біреу бар. Әкем жүрген еркекші, мен де еркек туар, заң солай. Еркекпін мен, еркекпін мен, еркек. Сіздер, еркекпін мен, еркек. Тағыра. Ардақты ағайын, бүгінгі кешімізді, әдемі игі кесімізді, қайырымдық кешімізді одан әрі жалғастырамыз. Енді осындай қайырымды істі Шымкент қаласының әкімдігі де қолдап отыр. Бүгін біздің ортамыздан табылып отқаны сөзсіз. Ендеше сахнаға мен зор құрметпен, қошеметпен өздеріңіз телеарна арқылы таныған, продюсерлікте болған, жүргізушілікте журналист, бүгінде Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының басшысы Мәди Манатбек мырзаны қошеметтеп сахна төріне алдыртайын. Армысыздар ағайын. Енді мұңайған, қысылған жанның өзін басынан сипап, маңдайынан сүйгеннің өзі қайырымдылық іс саналады. Ал мына жерде асыл адам қайырымдылық қоры мынау елдің жоқ жітігін түгендеп, жамап, барын
үйлестіруге атсалысып жүрген үлкен мекеме. Сондықтан Құдай істеріңізге береке берсін. Осы істеріңіз жұғысты болсын. Мынау бағанан бері қызығып қарап отырмын. Кілең ақ көйлек киген, ақ жалауша ұстаған қыздары. Жігіттері ақ шалбар, ақ кроссовка. Былай айтқанда ақ ниетті осылай көрсетіп отыр екенсіздер. Жігіттері айбарлы, қыздары жайдары, көшесі көңілді. Осындай үлкен қор екен. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Осы жерде ризамыз сіздерге. Енді мына қолымыздағы бір жапырақ қағаз, бірақ олай санамаңыздар. Осы қағазымызда үлкен көңіліміз жатыр, ризашылығымыз жатыр, зор рахметіміз жатыр. Бағанан бері айтып жатырмыз, қазақта өзі қалталылар екіге бөлінеді. Бай деп, байшыкеш деп, өзім ішсем, өзім жесем, өзім кисем, өзім бола берсе, бола берсе, бола берсе деп. Бірақ көңілі бай осында бауырымыз отыр екен. Ал, жоғары шығыңыз. Көңілғай Қалдыбекұлына Шымкент қаласы әкімдігінің атынан осындай марапат қағазымыз бар. Рахмет, келгендеріңізге алғыс көп. Енді біз дәл қазір осы асыл адам қорының ақпараттық қолдаушысы, біз енді телеарнаның өкілдерін айтсақ, бүгінде YouTube'ты жарып жүрген, YouTube'та журналист болып, өзінің көрермен жинаған жанашыр жан, тәуелсіз журналист Нұрсейіт Жылқышбай мырзаны қошеметтеп сахна төріне шақырғымыз келіп отыр. Келіңіз. Құрметті Көңілбай мырза, расында сіз өзіңіз үшін емес, ел үшін дүниеге келген азаматтардың бірісіз. Сіздің жасап жатқаныңызды мыңның бірі жасай алмайды. Бүгінгі таңда біздің ағаларымыз мінберде отырған, мінберден кетіп қалған, олар тоқалдарына бір-бір шуб алып бергендеріне мәз, тоқалдарына трехсотка алып бергендеріне мәз. Шыны керек, бағанада көзімізше өзіміз көріп отырық қой, автокөліктің кілтін сыйлап жатса 6 миллион, 7 миллион тұрады. Олар 6 миллион емес, сол қызға 600 теңге де бере алмайды. Өйткені олардың жүректері мөрленген, ақыретін ойламайтындар. Біздің қазақ елінде сіз сияқты жомарт азаматтар көп болсын. Сіз нағыз атымтай жомарттардың бірісіз. Сондықтан ел іргесі бекем болсын, жұртым жұтамасын. Қазақ елі қашанда Көңілбайдай осындай Дархан даланың нағыз тарланы, нағыз сіз абадан десем, мен қателеспеймін. Сіз аман болыңыз. Той-той қоласын, жақсылықта жүрсейік. Жақсылар ғана жиналады ардақты ағайын. Енді дәл қазір әдемі ресми іс-шараны өткізу үшін мен ортаға Асыл адам қорының президенті, осындай игі істерді Көңілбай мырзаның сенімді өкілі болып жүрген Айнұр Жанат қызын қошеметтеп сахна төріне алдыртайыншы ардақты ағайын. Бұл біздің көптен күткен іс-шарамыз Асыл адам мұқтаж отбасыларын баспана және жұмыспен қамту қорының 2021 жылғы іс-шаралардың қорытындысы. Барлықтарыңызды осы жерге біздің іс-шарамыздың осындай бір қуанышты сәтін бөлісуге келіп отырғандарыңызға шын жүректен рахмет айтамыз. Ең алдымен осы бүгінгі кештің себепкері Көңілбай Қалдыбекұлына шын жүректен алғысымызды айтамыз. Қанша жерден мәртебе беріп жатса да, қанша жерден жетістікке жетіп жатса да, ол кісіге оның барлығы керек емес. Ең бастысы керегі әрбір қазақтың көзінен шыққан бақыттың көз жасы. Осы сәтті пайдаланып, бір жыл бойы бізге жақсы еңбегін көрсетіп, осы асыл адам мұқтаж отбасын баспана және жұмыспен қамту қорының еңбегіне үлес қосып жүрген азаматтарды марапаттасам деймін. Сіз асыл адамсыз, жақсы адамдармен бірге асыл адам 2021. Дәл осындай номинациямен Астана қаласынан біздің блогер пайшығымыз бір аунап тұрып, бүкіл халықты шулатқан Клара ханымды ортаға шақырғым келеді. Сіз асыл адамсыз, жақсы адамдармен бірге 2021 Нұр-Сұлтан қаласы. Дәл осындай номинациямен біздің осы қордың
үлесін қосып жүрген, бүгінгі іс-шараға себепкер болып отырған, қаншама еңбегін төгіп отырған Ақбаян Қазақстан телеарнасының тележүргізушісі, бірнеше керемет бағдарламалардың авторы. Дәл осындай номинациямен әрине міне Көңілбай Қалдыбекұлының бір ауыз сөзін жерге тастамай, осы кешті керемет жүргізіп отырған Жансерік бауырымызға. Дәл осы сәтте тағы да бір әдемі істің куәгері боламыз, ардақты ағайын. Осы Алтыбамен осы үйде квартира жалдап тұрамыз. Бәріміз бірге, мен бар, күйеуім бар, бала-шағам бар. Үлкенім мен 4-ші сынып оқиды, әлі кішкентай болды. Кішкентайым осы, аралар 1 жас, 2 жас, аралар тым жақын. Осы күнге дейін біреуден қол жайып ақша сұрап, неғаған күніміз болған жоқ. Қатқанан мен қара су ішекте ешкімнен ештеңе сұрамадық. Квартирада жүргенімізге қазір 7 жыл болды. Қысы жазда негізі өзім киім алмасам да осылай бар тапқан осыларға тауып әкеп берем. Осылар десе ішкен азын жерге қоятын біреу менің жолдасым. Мен оны мақтан тұтам. Бір баспаналы бізге жетпей тұрғаны. Бір күн әйтеуір бір баспанамыз болар, өзіміздің жаңағы үйіміз болар, балаларымның өз бөлмесі болар, өзімнің жаңағы кухням болам деген болса екен дейсің да енді арманым. Қошеметтеріңіз аймаңыздар, қараңыздаршы. Қазақтың бір кереметтілігі жоқ деп айтпайды, ардақты ағайын. Қазақ жоқ демейді. Баспана жоқ, ақша жоқ деген сөз естідіңіздер ме? Жетіспей жатыр деді. Сәл кішкене жетіспей жатырмыз деді. Сол жетіспеушіліктің орнын толтырып, міне бүгін Асыл Адам қоры осындай игі істің басында жүр. Ендеше біз сонау 2010 жылы шаңырақ көтеріп, бүгінде 11 жылдықтарында осындай сый құрметке ие болып, 6 баланың ата-анасы Нұрғали мен Лаураны қошеметтеп шақырайықшы. Міне орталарыңызда тағы бір бақытты отбасы шықты. Құрметті қауым, осы отбасынан бүкіл қазақ елі үлгі алуға тұрарлықтай отбасы. Эльмира ханым және де осы жерде Нұрсейіт бауырымыз, осы сіздердің арқаларыңыз бұндай отбасыларды халыққа танытып, қандай бір махаббаттар өшпеген, қызықтар өшпеген. Ал енді әрине жетіспеушілік деген кімде жоқ, бірақ соған мойымай бақытты отбасы болғандар үшін, бала шағаларыңызға дұрыс тәрбие бергендеріңіз үшін, Алланың ризашылығы үшін осындай сәбилерді елімізге алып келгендеріңіз үшін, бір-бірлеріңізге деген жалпы отбасылық махаббаттарыңыз үшін. Астана қаласының маңынан сіздерге зәулім үйдің 10 сотық жері мен өздеріңізге ыңғайлы іші жиһаздармен барлығына толы бақытты отбасының мекеніне қош келдіңіздер дейміз. Ал ендеше бүгін бақыттың тағы да бір кілтін сыйлаймыз. Бақытты отбасылардың саны көбейе берсін. Асыл Адам мұқтаж отбасыларын баспана және жұмыспен қамту қоры бақыттың кілтін сыйлаймыз. Сендердің қуанышын бір-бірінен табысқан егі жүрек. Алтауға қоныңдар, болсын дайын өмір бал. Қол ұстасқан қос ғашық, шын бақытты болыңдар. Алтауға қоныңдар, болсын дайын өмір бал. Қол ұстасқан қос ғашық, шын бақытты болыңдар. Бақытты болыңдар. Міне, ардақтаған осы сәтте экранға. Рахмет. Қайырлы кеш, бақытты жандар, қалайсыздар? Міне, игі істің басына жақсы келер қасына деп, міне, осындай жақсы істерге куә болып отырғанымыздың өзі біз үшін үлкен бақыт. Көңілбай мырза, мына үнемі айтам, көлдей көңілі бар біздің Көңілбай мырза. Мына жасап жатқан игі істеріңізге Аллах разы болсын. Баспаналарыңыз құтты болсын.
Барша қазақстандықтар осылай бақытты күннен айырмасын Аллах тағала. Көлікті болып жатқан отбасында барлығын құттықтаймын Ержан. Қуаныштарыңыз көп болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Атадан бүгін бізге жалғасқан қыз ұлын, тоңыққа шөлдейді, аңсайды күн жылуын, Тәңірдің рахымын жасаған адам ата Хауананың сыйы. Ұрпағына сыйлаған қамқоршы мейірін, отбасына бөлеген барында пейілін, сүйген жарына адал, ортаймасын сезімін, қиындыққа төзімін. Гүлдей құлпырған күннен аралған, ұрпақтан ұрпақтар алған, әлемде бәрі сұлу әйелдің бақытты болу үшін жаралған. Әйелді ай күн шаттыққа теңер, асыл сыйлап шаттыққа бөлер, жүректің ыстық жылуын бөліп, сыйлай білсеңіз бақытты әйел. Әйелде небір батыр, ақындана туған, киелі еліне ардақты дара туған, қара халық хандарды, барлық пайғамбарларды ардақты ана туған. Аяласын деп жаратқан бізге ананы, өмір неткен жалған, кімдерден із қалады, ертең болашақ ана. Сондықтан ей жігіттер, сыйлаңдар қыз баланы. Гүлдей құлпырған күннен аралған, ұрпақтан ұрпақтар алған, әлемде бәрі сұлу әйелдің бақытты болу үшін жаралған. Әйелді ай күн шаттыққа теңер, асыл сыйлап шаттыққа бөлер, жүректің ыстық жылуын бөліп, сыйлай білсеңіз бақытты әйел. Гүлдей құлпырған күннен аралған, ұрпақтан ұрпақтар алған, әлемде бәрі сұлу әйелдің бақытты болу үшін жаралған. Әйелді ай күн жақұтқа теңер, асыл сыйлап шаттыққа бөлер, жүректің ыстық жылуын бөліп, сыйлай білсеңіз бақытты әйел. Гүлдей құлпырған күннен аралған, ұрпақтан ұрпақтар алған, әлемде бәрі сұлу әйелдің бақытты болу үшін жаралған. Әйелді ай күн шаттыққа теңер, асыл сыйлап шаттыққа бөлер, жүректің ыстық жылуын бөліп, сыйлай білсеңіз бақытты әйел. Көп рахмет қошеметтеріңізге, Алла разы болсын Жұлдыз ханым. Қайырлы күн. Міне, Көңілбай мырза, өзіңіздің міне Жұлдыз ханым екеуміздің сүйіп тыңдайтын әндеріңіз, сіздер де қазақ халқына үлгісіздер. Осындай бақытты күндеріңізден айырмасын. Сен екенсің жүрегімнің емі, сезіміңмен баурап алдың мені, елігіңде егізіңдей мәңгі, еркелетіп ертесің мені.
азаматым болса, менен асқан бақытты жан болмас. Қолыңызға бақ құсың боп қонса, ұнайды, ұнайды. Қараған көзің, сөйлеген сөзің, ұнайды маған, ұнайсың өзің. Жаным ау жаным, шырқайтын әнім, бақыт сыйладың сыңар бағым. Көңілдірек аспаймыз қазір, біткеннен кейін суретке түсеміз, мына жерде. Ұнайды, ұнайды. Қараған көзің, сөйлеген сөзің, ұнайды маған, ұнайсың өзің. Жаным ау жаным, шырқайтын әнім, бақыт сыйладың сыңар бағым. Бәрекелді. Сонымен ардақтаған бізде қазір арнайы іс-шара. Бұл іс-шара не үшін өтіп жатыр? Қалай ұйымдастырылып еді? Кімдердің арасында өтеді? Сол жайындағы сұрақтарға жауап беру үшін Айнұр ханым, микрофонды өзіңізге ұсынайын. Асыл адам қайырымдылық қоры былтырғы жылдан бері өзгеге қол ұшын бер де өзіңе көмек жаса атты акцияны, қайырымдылық акциясын жалғастырып келе жатыр. Халықтың қайырымдылық жасап, 5000 теңгеден садақа жасап, сол жасаған садақасына сіз жақсы адамсыз, сіз асыл адамсыз деген біз сертификат ұсындық. Әрине, соңғы елімізде пандемияға байланысты сертификаттардың көбі онлайн жіберілді, бірақ менің өзімнің қадағалауыммен мына қазіргі тұрған ыдыста осы бүгінгі күнгі сағат 16:00-ге дейінгі үрлестірілген сертификаттардың барлығының міне мынадай бөліктері осы жерде. Қазір Көңілбай Қалдыбекұлы өзіңіз ортаға келіп. Құрметті достар, қазіргі уақытта міне мына жаққа қарай бұрсаңыздар камераны, мына жаққа қарай именно. Қазір бүкіл асыл адамдар осы біздің қайырымдылық акцияға қатысқан. Жыл сайын біз бұл шараны неге өткіземіз? Мүмкін бұда көп ақша түспес бізге. Кеше Ақбаян айтып отыр, Көңілбай мырза, осы сертификаттан бір пайда бар ма дейді. Әрине, бұда пайда бар. Пайданы біз ақшамен есептеп жатқан жоқпыз ғой. Біз тек қана бұны Аллахтың ризашылығы үшін қандай адамдар атсалысты, міне қаншама адамдар Қазақстан бойынша өздерінің мүмкіндіктерін пайдаланып көмектесіп жатыр. Осы адамдарға да біз тура осы үйдің жанынан жаңа үшінші үйді сыйлыққа береміз. Бұл сіздерге келесі жылда жақсылық жасауға итермелейтін, сіздерді жақсылық жасаңыздар деген осындай біздің Асыл адам қорының іс-шарасы. Және де бұл жерде сіздер біздің Асыл адам сайтында асыл адамдардың тізімінде боласыздар. Қазір осы жерде бір отбасы үйлі болады. Құрметті достар, қазір бұл жерде сіздер лотерей деп есептемеңіздер. Бұл қайырымдылық акциясы. Сабина қызымыз қайда, ортаға келсінші? Сабина қарындасымыз бүгін автокөліктің кілтін алған. Отбасының, бақытты отбасының армандарын орындалды ма? Сізге көп-көп рахметімді айтам. Ой жаным, сенің арманды орындау біздің қазақ жігіттерінің арманы ғой. Алла қаласа ата-анамен бірге шапқылап жүгіріп кет. Енді біздің қолымыздан келген барын біз сізге жасадық. Енді қалған өмірін өзінің қолында. Аллах Тағала саған өзіне үлкен қажымас қайрат берсін, денсаулық берсін. Сізді бүкіл қазақ елі осы тұрған бәрі жақсы көреді. Енді бисмилля рахман рахим деп бір отбасына сізді бір үйдің кілтін сыйлаңызшы. Астана қаласы Жанкүл Дүйсенбекова
Дүйсенбековна. Сіз пәтерлі болдыңыз. Құттықтаймыз. Астана қаласынан. Сөйлеңізші, Жангүл ханым, сіз естіп тұрсыз ба бізді? Мен рахмет. Қай жерден пәтерлі болдым? Ақмола облысы Аршалы ауданы. 190 шаршы метрлік коттедж 10 сотық жермен. Сөйлеңізші, енді қандай әсердесіз? Естіп тұрмын, қатты қуаныштымын, білмеймін, сендерімізді сіздесізді білмей тұрмын. Сізді шын жүректен құттықтаймыз. Міне Асыл адам қоры сізге осындай сый-сияпат жасап жатыр. Бір даусыңызды естіртіп, барлығына сәлем жолдап қойыңызшы. Мұнда Шымкент қаласында бір қауым ел сізді құттықтайды. Көңілбай мырза, үлкен рахмет. Мені осылай тыңдарыңыз үшін маған бұйырған болса, үлкен рахмет. Қорға осындай Жангүл ханым, сіздің үйіңіз бар ма? Сізге сұрақ. Сіздің үйіңіз бар ма? Сізге сұрақ қойып жатырмыз. Үйім жоқ, квартирам жоқ, Құттықтаймыз! Неше балаңыз бар деп сұрап жатыр сізден, Жангүл ханым? 2 балам бар. Міне 2 балаңыздың ризық несібесіне орай осындай керемет сый-сияпат болып жатыр. Сізді шын жүректен құттықтаймыз. Енді ары қарай біздің қызметкерлер сізге байланысып табыстайды, Алла нәсіп қылса. Бәрекелді, құтты болсын. Міне үйлі болып жатырмыз, күйлі болайық, күш қуатымыз көп болсын, кеуеліміз әрдайым көтеріліп жүрсін. Осындай игі істер ардақтағы ағайын жалғаса берсін. Дәл қазір сіздердің қошеметтеріңізбен әдемі әнмен ардақтағы ағайын Қайсар Жан Медетбек Қырымды қошеметтеп сахна төріне шақырамыз. Саған қарай алып ұшар ойланбай, сағыныштан жалын ұшқан, махаббатты босатайық байланбай. Уақыт өтер күннен күнге қалмасар, біздің өмірде өзгеріспен жалғасар. Жүрегіңе хабарласар, сол бос орында біз күтпеген жан қосар. Жүрегім мұздайды, өзіңді өзгеден қызғанбайды. Алданған сезімім, ол мені баладай тағалайды. Енді маған емес, табылды сен үшін бағым теңдес. Қаласаң бір үміт, олай сен үшін таң елес. Жүрегім мұздайды, өзіңді өзгеден қызғанбайды. Алданған сезімім, ол мені баладай тағалайды. Енді маған емес, табылды сен үшін бағым теңдес. Қаласаң бір үміт, олай сен үшін таң елес. Жүрекке әмір жүрмейді, сондықтан сен мені кінәлама. Егенеліктен болайды, сұрақты жаудырып қазбалама. Жанды жазалама, жаным жазалама. Оңырау шалмам өтінем келмейді, жазда да мазалама. Жүрекке әмір жүрмейді, сондықтан сен мені кінәлама. Неге неліктен болай деп сұрақты жаудырып қазбалама. Жанды жазалама, жаным жазалама. Қоңырау шалма өтінем келмейді, жазда да мазалама. Жүрегім мұздайды, өзіңді өзгеден қызғанбайды. Алданған сезімім, ол мені баладай тағалайды. Енді маған емес, табылды сен үшін бағым теңдес. Қаласаң бір үміт, олай сен үшін таң елес. Жүрегім мұздайды, өзіңді өзгеден қызғанбайды. Алданған сезімім, ол мені баладай тағалайды. Енді маған емес, табылды сен үшін бағым теңдес. Қаласаң бір үміт, олай сен үшін таң елес. Жүрегім мұздайды, өзіңді өзгеден қызғанбайды.
алданған сезімім ол мені баладай тағалайды. Енді маған емес, табылды сен үшін бағым теңдес. Қаласаң бір үміт, болайын сен үшін таң елес. Жүрегім ұстайды, өзіңді өзгере қысқанбайды. Алданған сезімім ол мені баладай тағалайды. Енді маған емес, табылды сен үшін бағым теңдес. Қаласаң бір үміт, болайын сен үшін таң елес. Рахмет. Иә, Медетбек ортадан кетпесін, саналы секундтардан кейін Асыл адам гимн орындалады, ал оған дейін бізде тағы да марапатталатын кісілер бар екен. Соны Көңілбай мырза өзіңіз сахнаға қарай келсеңіз, өтініш. Сонымен қошеметтеріңізді аямаңыздар, ардақты ағайын. Міне сертификат беріледі. Бақытты баспана Бедебай Ботагөз 16 миллион теңге дейді. Дуғыл шапалақ. Автокөлік Көшсай Шыңғысхан 13 миллион теңге. Автокөлік Аюпова Ұлдана 7 миллион теңге. Аманат Драйв КЗ сертификат автокөлік Тәжібаева Наргиза 12 миллион 790 мың теңге. Дәл сондай Аманат Драйв сертификат автокөлік Түзелбаев Туман 9 миллион теңге. Дәл солай Аманат Драйв сертификат автокөлік Оразбек Қорғаныш 7 миллион теңге. Бәрекелді, естері сүрекке түсу рәсім ортаға. Қазақтың мәрқасқа жігіттері көп болсын. Салған ізі көнереме, асылы адамзаттың деген есім, теңіз боп тасып жетсін кеңереме. Әлемді әлдилеген аялаған, ешкімнен мейірімін аямаған, жаманда бәйтеректей жайқалған жан, нәр алып бір өзіңді саялаған. Асыл адам, ешқашан жасымаған, жаныма нұрын сепкен ізгіліктің, өмірдің құпиясын сізден ұқтым. Жайқалған жер бетінде жасыл бағым, тарих қып тасқа жазған ғасырларын, жол салған мәңгілікке жақсылықтан, атыңнан айналайын асылдарым. Асыл адам, асыл адам, қиындықтан ешқашан жасымаған, жаныма нұрын сепкен ізгіліктің, өмірдің құпиясын сізден ұқтым. Асыл адам, асыл адам, қиындықтан ешқашан жасымаған, жаныма нұрын сепкен ізгіліктің, өмірдің құпиясын сізден ұқтым. Асыл адамдар, жақсы адамдар жасай берсін. Әр қазақтың әр жанұясында баспаналы болайық. Асыл адам, асыл адам, қиындықтан ешқашан жасымаған, жаныма нұрын сепкен ізгіліктің, өмірдің құпиясын сізден ұқтым. Асыл адам, асыл адам, қиындықтан ешқашан жасымаған, жаныма нұрын сепкен ізгіліктің, өмірдің құпиясын сізден ұқтым.
Бәрекелді, ардақты ағайын, баршаңызға амандық тілейміз, ел аман, жұрт тыныш болсын, асыл адамдар аман болсын, көп болсын. Жақсылықта жүздескенше аман сау болыңыздар. Осымен ресми іс-шара өз мәресіне жетті. Біз сіздермен тек қана жақсылықта, қуанышта қауышайық. Сау!